Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Fun ағылшын тілінің 45-ші бетіндегі have, got, affirmative, negative question and short answer деген тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, лайк басуды ұмытпа, комментарийге рахмет деп жазып кет. Сараңео. Сонымен бастадық. Бірінші біз грамматиканы еске түсірейік. Have, has, got деген сөздің өзі менде бар дегенді білдіреді. Мысалға, I have got a dog. Менде мысалға мысық бар, I have got a dog. Ал she has got a pen. Олда ручка бар. Егер бір нәрсе жоқ болатын болса, haven't, hasn't болады. Мысалға, she hasn't got a brother. Қызда аға жоқ. Немесе they haven't got friend. Оларда дос жоқ деген секілді. Сұрақ болған кезде have, has алдыға шығып кетіп, мына жерде got деген сөз бар. Ұмытып кетіппін жазуды. Осылай болады. Яғни біздің түсінетініміз have got менде бар, has got менде жоқ деген. Have got менде бар, haven't got менде жоқ дегенді білдіреді. Енді қай кезде have, қай кезде has болады. He, she, it деген біздің сабжекттеріміз бар еді ғой, мен сабжект деп қойдым. He, she, it деген біздің сабжектіміз болған кезде has болады. He, she, it те есімізге түсіреміз. Бірақ I, you, they деген сөзімізде бізде have болады. Сәйкесінше he, she, it болғанда hasn't болады. He, she, it болғанда hasn't болады. Ал I, you, we, they да haven't болады. Сұрақта дәл сол секілді. He, she, it те has болады. I, you, we, they да have болады. Сұрақ have-тан басталса жауап have, сұрақ has-дан басталса жауап has болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Апайларың да түсіндірді. Сонымен бірінші тапсырмаға назар аударайық. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Ал complete the columns with examples 1 to 8 from the TV program on page 36 дейді. Сонымен мынау бірінші болымсыз сұрақ және short answer деген бағаналарды толықтыр дейді. Сонымен бастадық. Болымды. They have got 12 children. Міне have got деген сөз ғой, просто бұл қысқартылған түрі. Міне have, ха деген сөз ha апостроф астына тығылып қалды. They have got 12 children. Оларда 12 балалар бар. Бұл болымды, бар деп тұр. Charles has got his own room. Чарльзде өзінің жеке бөлмесі бар. Бұл жерде де бар деп тұр. Демек бұл бізде болымды, affirmative болады. Енді негативқа келдік. Негативті сендерге былай айтады. The boy hasn't got hair. Яғни ұлда жоқ. Hasn't болып тұр. Өйткені ұл ғой. He-да has болады. Есімізге түсіреміз. Ұлда ақша жоқ дейді. They haven't got different rooms. Оларда әртүрлі бөлмелер жоқ дейді. Көпше болғандықтан haven't болып тұр. Question, сұрақта have they got any pets? Оларда бірнеше иттер бар ма дейді, үй жануарлар бар ма дейді. They болғандықтан сұрақ have-тан басталып тұр. Mr. Lewis, Mr. Lewis ол болғандықтан сұрақ has-дан басталып тұр. Yes, he has, no, he hasn't. Міне, сұрақ has-дан басталса жауап has, сұрақ have-тан басталса жауап have болды. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада сендерге былай айтады. Make the sentence negative with the words in the box дейді. Сөйлемді болымсыз түрде жаса, және де hasn't, haven't қолдан дейді. Міне мен жазып қойдым. My brother hasn't got a car. Менің ағамда машине жоқ. Не үшін hasn't болып тұр? Себебі ол he. He-де hasn't болады. Mrs. Rupert hasn't got a dog. Mrs. Rupert'та ит жоқ. Не үшін hasn't болып тұр? Себебі ол қыз, she. I haven't got a big family. Менде үлкен отбасы жоқ. I болғандықтан haven't болып тұр. Егер she болса hasn't болатын еді. My parents haven't got a big house. Менің ата-анамда үлкен үй жоқ. Ата-ана екі адам ғой. Екі адам деген көп. Демек олар they, сондықтан мына жерде haven't болып тұр. You haven't got a big bedroom. Сенде жоқ үлкен жатын бөлмесі. Сен деген болғандықтан haven't болып тұр. My friends and I haven't got bicycles. Мен және мен досымда велосипедтер жоқ. You should haven't, өйткені екі адам. Үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада сендерге былай айтады. Choose the correct words. Дұрыс сөзді таңда дейді. She hasn't болады. Өйткені she-дан кейін hasn't болу керек. Have you got болады. Өйткені you-дің сұрақ have-дан басталу керек. Үште. My friends have болады. Өйткені мен достарым көп. Ал төртте has болады. Себебі мына жерде your dad деп тұр, сенің әкең деп тұр. Әке деген he.
We haven't болады. Yeah. Алтыда how many cousins has she got болады. Өткен she'дің сұрағы has'дан басталуы қажет. Енді төртінші тапсырмаға келейік. Төртінші тапсырма мүлдем оңай. Ол жерде бізге айтады, мына екі суретті салыстырып, қай жерде ненің барын, ненің жоқ екендігін айт дейді. Бастадық. In the picture, a girl has got fair hair and she hasn't got a mobile phone. A суретінде мына қыздың шашы аппақ және ода телефон жоқ дейді. Бірақ B суретінде in the picture B, she hasn't got fair hair and she's got a mobile phone. Оның шашы ақ емес және де оның телефоны бар. Көріп тұрсыңдар ма? In the picture A, the boy got a friendly dog and a bag. Яғни A суретінде мына ұлда досшыл ит бар және де сөмке бар дейді. But in the picture B, the boy has got a unfriendly dog and he hasn't got a bag. Яғни бұл суретінде оның досы досшыл емес және ода сөмке жоқ. In the picture A, the boy hasn't got a cap on his head. Яғни A суретінде яғни ұлдың шәпкесі басында емес дейді. Бірақ B суретінде his boy got a cap on his head. Яғни басында шапкасы бар дейді. In the picture A, the baby's got teddy bear. Яғни A суретінде сәбиде teddy bear бар. Яғни не бар дейді? Мишка бар. But in the picture B, baby hasn't got a bottle, has got a bottle. Яғни мына A суретінде мына сәбиде не бар дейді? Бутылка бар дейді. Жалпы тағы да айтамын деп айтсаңдар, мына ұлдың мәз болып отқанын айтсаңдар болады, немесе мына әкенің шашы менен көзілдірігін айтуға болады. Я айтқыларың келсе. Сонымен 5-ші тапсырмаға келдік. 5-ші тапсырмада сендерге былай айтады. Make question with have gots and ask and answer the questions with a partner. Яғни сұрақтар жаса және досыңнан сұра дейді. Has your mom got a Ferrari? Сенің ананда Ferrari бар ма? Have we got English every day? Бізде ағылшын тілі әр күнде бар ма? Have you got a dog? Сенде ит бар ма? Have you got any brothers and sisters? Сенде бірнеше әпкелер немесе ағалар бар ма? How many uncles and aunts have you got? Сенде көке мен әпкелер бар ма? Қанша көке мен әпке бар? Have your friends got computers? Сенің достарында компьютерлер бар ма? Енді 6-шы тапсырмада саған айтады. Change words in the blue, яғни мына көкпен жазылған сөздерді өзгертіп, сұрақ жаса және соған жауап берді. Мен енді сендерге жауап бермедім, бірақ сұрағын жасап бердім. Has your mom got a Audi? Сенің анаңда Audi бар ма? Егер бар болса, yes, she has. Егер жоқ болса, no, she hasn't деп жауап бересің ғой. Түсінікті ма? Арғай, have we got Russian every week? Бізде орыс тілі әр апта сайын болады ма? Yes, it has деп жауап берсем болады. Have you got a cat? Сенде мысық бар ма? Yes, I have деп жауап бер. Have you got any friends? Сенде достар бар ма? Yes, I have деп жауап бер. How many cousins have you got? Сенде қанша бөге бар дейді. Сен жауап бер. I have got two cousins деп, я. Have you got friends? Got phones? Сен достарында телефондар бар ма дейді. Yes, I have got phones деп жауап берсең болады. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп комментарийге рахмет, себебі мына жақта керемет жауаптар бар. Goodbye.